Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Гебатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қазақстанда орташа зейнетақы көлемі белгілі болды. Авторлардың қолдау орталығы Mediabugin, email@gmail.com. Фото ашық дереккөз. 2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120.686 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақтастық зейнетақы мөлшері 82.851 теңге, базалық зейнетақы 37.835 теңге. 1 мамырдағы жағдайға байланысты елімізде 2.297.000 зейнеткер тұрады. Жыл басынан бері 1 триллион теңгеден астам зейнетақы төленді. Оның 337,4 миллиард теңгесін базалық зейнетақысын төлеуге, 761,5 миллиард теңгесін ынтымақтастық зейнетақыны төлеуге бағытталды, деп хабарлады Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін әрбір алушыға оның зейнетақы жүйесінің қатысу өтіліп ескеріліп отырып жеке тағайындалады. Бұған дейінгі БЖЗқ қазақстандықтардың есеп шотына қызмет көрсеткені үшін комиссиясының қызметтерін белгілі болған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.